Баршаңызға қайырлы күн, құрметті YouTube арнамның көрермендері. Бүгін сіздермен хачапури және сыр қосылған нанның рецептісімен бөлісемін. Видеомды соңына дейін көріңіздер. Бір жасағаннан-ақ керемет жұмсақ үлпілдек болып шығады. Ол үшін бізге ең алдымен жылы суымыз қажет және де жылы сүт қажет болады. Міндетті түрде сүтімізді, суымызды жылытып аламыз және үстінен татымына қарай тұз, қант және ертілген сары май, бір жұмыртқаны қосып барлығын жақсылап араластырып аламыз. Кішкене тұзы, қанты ерігенше осылай араластырып аламыз. Одан кейін ұнымызды саламыз. Ұнды бірден салып жермей, осылай електен өткізіп отырып, біртіндеп салып жұмсақтау қамыр илейміз. Қамырымыз тура бауырсақтың қамырындай болады. Қамырымыз дайын болды. Енді көтерілгенше бір шетке қойып, сырымызды үкіштен өткізіп аламыз. Мен моцарелла сырын қолдандым. Шамамен 1,5-2 сағатта қамыр ашып дайын болды. Қамырымызды осылай қолымызбен бөліп аламыз. Менен 2 қамыр шықты. Біреуін сыр қосылған нанға және біреуін хачапуриге бөліп осылай домалақтап қойдым. Домалақтап шамамен бір 20-15 минуттай қоясыздар. Сонда жаюға өте ыңғайлы болады. Оқтаудың көмегімен немесе қолымыздың көмегімен майлап отырып жайып алсақ та болады. Видеода көріп тұрғандай 2 шетіне сырымызды орналастырып аламыз. Бұл хачапуриге арналған қамыр. Одан кейін міндетті түрде 2 шетін жақсылап басып шығасыздар. Қазір пешке салған уақытта ашылып кетпес үшін. Және видеода көріп тұрғандарыңыздай 2 басына да сыр салып, осылай қолымызбен жақсылап түйіп аламыз. Міндетті түрде жақсылап арасы ашылып кетпейтіндей етіп түйулеріңіз қажет. Пешке салған кезде арасы ашылып кетуі мүмкін. Ортасына да сырымызды салып, бетіне жұмыртқа жағып, жарты сағатқа пешке жібереміз. Сырдың үстінен сарымсақ, аскөк қосып, енді сыр қосылған нанымызды дайындаймыз. Осылай домалақ нанның ішіне салып, қолымызбен жайып алып, бұны да пешке салып аламыз. Бетіне жұмыртқа жағамыз. Хачапурийіміз дайын болды. Бетіне жұмыртқа салып, шамамен пешке 5 минут салып аламыз. Бетіне сармай жағып ұсына берсеңіздер болады. Керемет болып шығады. Жасап көріңіздер. Сыр қосылған нанымыз да дайын болды. Шамамен 180 градуста жарты сағаттай пісіріп алдым. Видеоны лайк басып, каналыма тіркеліп, қолдап кетуді ұмытпаңыздар.